Американдық B-Epic компаниясы өндіретін жасушаның қорегін ішкен Толғанай Ырзабекова 61 жастағы жетісайлық апай компанияның 9 жылдық мерейтойына келіп, өз нәтижесімен бөлісуде. Саламатсыздар ма? Мен Жетісай қаласына келіп отырмын. Мен бұл элеп туралы былтыр октябрь айында естідім. Сол кезде менің өтімге тас болған 2,6 сантиметр болған. Мен себебі 2 жерге УЗИге түстім, екеуі де дәлелдеді. Сосын операцияға дайындалдым. Сөйтіп жүргенде осы тиктокта бір келіншек маған айтты, әкесіз 1 жыл ішсеңіз, осы өттегі тастан құтыласыз деді. Мен солай хабарласып, Жазира Төлешеваға хабарластым. Элепті іштім, мен нәтижесін көрдім, Аллаға шүкір. Солай ішіп келіп, май айында мен УЗИге түстім ғой, балам айтты, мама сіз көзіп кекке тұртышы, біліміші сізге жатып жатыр ма, жатпай жатыр ма? Мен май айында түскенде почти 1 сантиметрге өтімдегі тас кішейген. Сосын менде астма болған, аллергический астма деп қояр. Менде сол қалды, Аллаға шүкір. Сосын мен осы ішкенде тұмау деген нәрседен құтылдым. Мен жылына 2 рет тұмау болатынмын. Сосын астмам қозғалумен 1 апта гормоналды система алатынмын. Эвплин деген бар ғой, мен соларды 1 апта алатын. Мен содан құтылдым, Аллаға шүкір. Сосын жасарып жатырмын. Елен көріп, Жетісай қаласына бірге жүрген подружкалар бар, таныстар бар, елен көріп, уже заказ бере бастады.